Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгін жапондық «Выход номер 8» деген фильмге обзор. Яғни қазақша айтқанда 8-ші шығу жолы. Қазіргі таңда танымал болып жатқан фильм. Фильмді көріп болғаннан кейін ғана бұл танымал ойыннан алынған екенін білдім өз басым. Фильмді көріп отырған кезде оны білген жоқпын. Обзорды бастамас бұрын видеоға лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеле кетіңіздер. Олай болса, бастайық. Фильм метродан басталады. Пойыздың ішінде кішкентай сәби қатты жылайды. Біреу оның анасына ұрсады. Анасы кешірім сұрайды, бірақ ана үшін, жаңағы әйел үшін ешкім болыспайды. Бас кейіпкер құлаққаппен тұрады да, құлаққабын шешіп, анау айқайлап жатқан естиді да, бірақ құлаққабын қайттан киіп алып, оған мән бермейді. Содан бас кейіпкер метродан шыққан бойдан оған сүйіктісі десек болатын шығар, сол әйел хабарласады. Одан жүкті екен, қазір ауруханада екен айтады. Кейін байланыс үзіліп кетеді. Сонымен ол келе жатады да өзінің жүрген жері қайталана беретінін байқайды. Тақтайшада 8-ші шығу жолы көрсетіп тұрады және бір ер адам қайта-қайта дәл солай жүре береді. Содан жігіт жазулы тұрған нұсқаулықты оқиды. Аномалияны байқасаңыз, артқа қайтыңыз, егер байқамасаңыз, алға жүре беріңіз дегенді оқиды. Егер ол осы айтқанмен жүре беретін болса, 8-ші шығу жолына бара алады. Тақтайшада 012 деген сияқты жазулы тұрады. Егер дұрыс жүрсе 8-ге дейін барады ол, ал егер қателессе 8-ден қайтадан 0 болып қалады. Содан ол ештеңені жіберіп алмас үшін бәрін жаттайды. Аномалияны байқау үшін барын салады. Енді аномалия дегенді білетін шығарсыздар, көзге елестейтін нәрселер ғой. Мысалы, ол судың астында қалатын жайттар болады. Бір түрлі адам түсінбейтін бір жәндік десек бола ма екен, бір сондай нәрселер болады деген сияқты. Одан кейін қан кетеді жоғарыдан, соның барлығы аномалия екенін көрсетеді. Реттік саны 5-ке дейін барып 0 болып қалатын кезде болады. Одан кейін бізге жігіттің жанынан қайта-қайта өте беретін ер адамды көрсетеді. Ол да осы ойынның қатысушысы, сондай-ақ кішкентай бала болады. Жаңағы кісінің жағдайында да реттік саны 0 болып қалады. Тіпті ол 6-ға дейін барады. Ол содан қатты қапаланады, ұлына барғысы келетінін айтады. Ол дәл бас кейіпкер сияқты жанынан өтетін адамды байқайды. Ол енді бізде қыз, ол да бір аномалия десек болатын шығар. Бас кейіпкерде қалай болды, ода да дәл солай болады, бірақ соңында бұл кісі аман есен құтылып шығады. Кішкентай балаға айтады, жүр бірге кетейік, шығайық деген сияқты. Бірақ кішкентай бала одан бас тартып қалып қояды. Енді бала бас кейіпкермен бірге шығатын жолды табу керек. Кішкентай бала анасынан қашып кетіп қалып, осында тап болғанын айтады. Бала бұл кісіге өзінің бойтұмарын береді, сол кезде әке болған бас кейіпкерді көрсетеді. Мүмкін бұл ойын немесе түсі, өйткені жаңағы қатты су кетеді бұл жерде. Сол кезде анау баланы құтқарам дейді, сондай бір жайттар орын алады да, содан өзінің әке болғанын көрсетеді. Сол жерде оның сүйіктісі және кішкентай баласына беріп жатады. Неке балам, бұны ала ғой, бұл саған бір амулет болады деп, яғни қазақша айтқанда бойтұмар болады деп. Сонымен бас кейіпкер оянады, барлығы жақсы болады. Ақыры 8-ші шығу жолы көрсетіледі. Солай ақыр соңында бас кейіпкер аман есен метродан шығады. Сүйіктісі оған хабарласады, әлі ауруханада жатқанын айтады. Ол оған баратын өзін күтуін сұрайды. Сонымен пойызға қайтадан отырып, фильмнің басындағы жайт қайталанады. Пойыздың ішінде кішкентай сәби қатты жылайды. Біреу оның анасына ұрсады. Бұл жолы бас кейіпкер әйелге болысады. Солай фильм өз мәресіне жетеді. «Выход 8» деген фильм 2023 жылы пайда болған жапондық ойын. Фильм бір өте ерекше, өте необычный орысша айтқан кезде. Сондықтан да әрине менің айтқанымнан емес, фильмнің өзін көруге кеңес беремін. Қызық. Фильмді енді көріп отырған кезде түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ кейін фильмнің ойыннан құрастырылғанын, ойынның желісімен болғанын түсінгеннен кейін барып
бәрін түсініп көресіздер деп ойлаймын. Сондықтан да бұл обзор сіздерге ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеле кетіңіздер.